қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода 1-қыркүйекке қыздарға арналған осындай сүйкімді жинақ болмақ. Жинағымыз галстук пен шашбаудан тұрады. Егер сізде осындай жинақ жасау жоспарда болған болса, онда менімен бірге видео соңына дейін болуға шақырамын. Жұмысымызды шашбаудың ортасындағы гүлден бастаймыз. Ол гүлдер бүктелген жапырақшалардан жасалған. Жапырақшаларды ұзындығы мен ені 4 см болатын таспа бөлігінен жасаймыз. Бөліктерді жартылай бүктеп, әр бүйірін видеода көрсетілгендей бүктейміз. Артық етектерін қайшымен қиып, жандырғыш көмегімен жиегін күйдіріп, біріктіріп аламыз. Жасау барысында қосымша пинцет қолданғаныңыз жөн болады. Жапырақтарының асты кедергі жасамас үшін қайшымен бұрыштап қиып, оны да күйдіріп біріктіреміз. Осылайша бізге керек 13 жапырақша жасаймыз. Гүлімізді жинап бастайық. Алдымен 3 жапырақшаны бір-біріне ыстық пистолеттің көмегімен жабыстырып аламыз. Видеода менің көмекші ұлым келгенін байқаған боларсыздар. Тура осылайша тағы бөлек 5 жапырақшаны жабыстырып аламыз. Екі гүлді дайындаманы бір-бірімен біріктіреміз. Дайын болған гүліміздің астынан тағы қосымша 5 жапырақшаны біркелкі етіп жабыстырып бастаймыз. Ортасын әсемдеу үшін кішкентай стразы жабыстырдым. Осылайша шашбаудың орталық гүлі дайын болды. Енді артқы бантты жасауға кірісейік. Ол үшін экранда көрсетілген өлшемдер бойынша таспаларды дайындап қиып аламыз. Дайын болған кесінділерден бантиктер жасап аламыз. Ол үшін таспаны екіге бөліп, қаттырақ басып бүктеп ортасын тауып алып, сол ортаға таспаны жиектерін жабыстырамыз. Қанық түсті таспаның үстіне сәндік таспамызды айналдыра жабыстырып шығамыз. Осылайша видеода көрсетілгендей барлық таспаларды жабыстырып аламыз. Ашық түсті таспалардан да бантик дайындамаларын жасап аламыз. Шашбауымызды жинауға кірсейік. Екі өлшемдегі ашық түсті дайындаманы бір-біріне біріктіріп, үстіне ең кішкентай дайындаманы жабыстырамыз. Қалған бірдей өлшемді дайындаманы бір-біріне көлдеңінен жабыстырамыз. Жабысқан бөліктердің арасы шамамен 2-2,5 см. Ендігі кезекте екі дайындаманы бір-бірінен бекітеміз. Ендігі кезекте шашбауымызды резинкаға бекітеміз. Ол үшін фетр негізін екіге бүктеп, резинка еніне тең келетіндей қиып аламыз. Резинканы фетрге жақсылап жабыстырып алып, ені 12 мм таспамен бекітеміз. Таспаның жиегін жандырғышпен өңдеуді ұмытпаңыздар. Енді шашбауымызды фетр негізіне жабыстыратын уақыт келді.
Желім фетрдің шеттерінен шығып кетпес үшін жиегіне жеткізбей жағамыз. Жіңішке таспамен фетр мен шашпауды бекітеміз. Ең соңында ортасына алдын ала дайындалған гүлімізді жабыстырамыз. Осылайша шашпауымыз дайын болды. Ендігі кезекте галстукке кірісеміз. Ол үшін экранда көрсетілген өлшемдер бойынша кесінділер дайындап аламыз. Қиылған таспаларды жандырғышпен өңдеуді ұмытпаңыздар. Дайын болған кесінділерден видеода көрсетілгендей бантиктер жасаймыз. Енді галстугымыздың екінші бөліміне көшейік. Ұзындығы 30-32 см болатын кесінді таспаларды қолданамыз. Галстукқа қолданылған таспалардың ені 4, 2,5 және 1,2 см. Таспаларды бүктеп, бір-бірімен желімнің көмегімен біріктіріп аламыз. Таспаның иілген жерін бекіту үшін төмен температурада үтіктеп шығамыз. Енді бантигіміздің төменгі бөлігін жинауға кірісейік. Ол үшін астыңғы жағынан шамамен 5-7 мм болатындай қашықтықты қалдырып, бөліктерді бір-біріне желіммен біріктіріп орналастырып аламыз. Артық жиектерін қайшымен қиып алып тастап, жандырғышпен өңдейміз. Алдын ала дайындалған бантиктерді бір-біріне біріктіріп, ені 2,5 см болатын таспаның көмегімен негіз дайындап аламыз. Ең үлкен бантикке галстуктың етегін жабыстырамыз. Галстугымызды қосымша стразалы шынжырмен әсемдейік. Ол үшін фетр қимасына ұзындығы 5 см болатындай шынжырды қатарластырып, жабыстырып аламыз. Содан осы фетр қимасын орталық бантиктің етегіне жабыстырып аламыз. Шығып тұрған таспаның етектерін қайырып, бекітіп аламыз. Галстукты резинкаға бекітеміз. Ол үшін резинканы басын өлшеміне қарай қиып аламыз. Мен жағдайымда 30 см қажет болды. Етектерін жандырғышпен өңдеп, біріктіріп, ине жіппен тігіп аламыз. Резинканы ені 4 см фетр қиындысына жабыстырып аламыз. Жабыстыру кезінде резинканың тігісін фетрдің астында қалдырамыз. Енді фетр мен галстукты біріктіреміз. Соңғы қадамда бар болғаны галстукты әсемдеу қалды. Осылайша бірінші қыркүйекке арналған жиынтығымыз дайын болды.
Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.